Махамбет университетінде Жайықтың Ақшағаласы атанған ақыны Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алаш халықаралық әдеби сыйлығының иегері, Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Ақышта Бақтыгереевамен кездесу өтті. Келелі кездесуге бірінші курс қыздары мен нәзік жанды оқытушылар құрамы қатысты. Ақышта апамыз қазіргі кездегі қоғамдық мәселелер, соның ішінде қыздардың тәрбиесі туралы өзекті әңгімелер айтты. Қыздармен емен жарқын пікірлесіп, ана, әже ретінде өзінің ақыл кеңестерін айтып, ұрпақ тәрбиесіне қатысты ой қозғады. Жиын барысында студенттерге жүрек жарды туындыларынан оқып берді. Бізден сәл-сәл еркінде өсесіңдер, бізге жұмбақ не дейіп нешесіңдер, біздер кешкен азабын махаббаттың дәл біздерше сендер де кешесіңдер. Алуан түске өзің біл шашты боя, алуан тілде айтылар жастық ода, білетінім өз ұлтын, елін сүю болу керек қашанда басты мода. Жиын барысында ақын Ақышта Бақтыгереева ұрпақ тағдыры қыздар тәрбиесіне байланысты екендігін, сондықтан олардың жат қылықтарға бармауына, дәстүрлі емес діндердің ықпалына түсіп кетпеуіне атсалысу қажеттігін айтты. Еркін форматта өткен кездесуден Махамбет бұрымдылары үлкен әсер алды. Бұл кештен алған әсерім өте күшті. Кеш өте тәрбиелік және мәдениетті бағытта өтті. Ақын апамыздан алар үлгіміз өте зор. Оның өлеңдері мен шығармашылығы өте терең мағынада қыздарға тәрбиелік бағытта жазылған. Әрбір біз үшін құнды қасиеттер мен өмір жолында ұштастыра білді. Осы кештен кейінгі біздің одан әрі қыз бала үшін маңызды тәрбиелік мақсатта үлгі тұтарлықтай кеш өткізді. Алғыс айтамыз. Осындай кештерден кездесулер бола бергені біз үшін өте пайдалы. Бұл ең әсерлі кештердің бірі болды. Жиын соңында студенттер ақынның шоқтығы биік туындыларын оқып, күмбірлеген күйден шашу шашты.